Сәлеметсіз бе? Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз 55-ші кузовындағы Camry туралы сөйлесетін боламыз. Бұл менің сүйікті көліктерімнің бірі болып табылады. Мынау Keyless Go жүйесі бар, яғни кілті қалтада тұра береді. Негеніз, міне кілті қалтадан сұрмай қоясыз. Жай көлікке келіп, кілтіңіз қалтада, қолыңызды суасыз, сонда көлік есіктерін ашады. Жапқанда жабасыз да, мына жерге басасыз. Міне, көріңіз ғой, қазір пиқылдап жатыр. Қозғалғыш тамызып тұр деп жатыр. Toyota көліктерінің салондары қарапайым болып келеді. Тек қана керекті нәрселер ғана бар. Міне былай меню ортандағы. Қазір есікті жауып жіберейік. Қазір көрсетеміз. Не ортандағы меню. Мынау круиз контроль өшіріп тұр дейді. Сосын мына жерде хабарламадар бірдеңке болса. Мынау настройкадар, сосын міне запас хода. Міне 15 литр жеп тұр дейді. Жүргені 45 мың. Тіпті ақырғы тамызғаннан кейін 38 жеп тұр. Жарты багы міне 300 шақырымға жетеді. Мынау компас. Керек жоқ нәрсе. Әмбе оның үстіне навигациясы да жоқ. Мен мынау жай аудиосы. Былайша айтқанда ештеңе сондай артықшылығы жоқ. Басқа көліктерге қарағанда мынау орындықтары жылыту, климат контроль. Ешқандай ерекшелігі жоқ осыдан басқа. Парктронигі бар, сөзі камерасы бар міне. Рөлді бұрылғанда ол сіздерге көмектеседі. Бұның бәрі қазіргі көліктердің бәрінде бар. Сондықтан салоны жайлы айтар көп сөз жоқ. Жай көрсетіп шығайын. Сапасы жақсы. Сондай керемет емес, бірақ та жақсы. Парктронигі бар. Айтқандай, шамдардың бәрі LED. Бұрылыш шамдармен және алысқа беретін шамдардан басқа. Жауып тұр. Мынау міне. Артқы орындықтары өте кен. Мен өз артында қаншама орын. Мынау міне басшы отыратын жер, былайша айтқанда. Бұл экзекутив деңгейі, яғни артта айтқандай 3 зоналық климаты бар. Міне артта осымен кәдімгі жылыту, тіпті орындықтың экзекутив болғандықтан мына бел жағы кішкене алға, артқа жатады. Сәл кішкене, бір 10 градустай. Бұл көлік неге сүйікті десем, бұл әрине техника жағынан. Біріншісі неге ұнайтыны бұл көлік. Біріншісі бұл электроника жағы. Жапондықтың электроникалары әдетте өте мықты болып келеді. Өздеріңіз білесіздер, Жапония электроника жағынан өте мықты екендігін. Естеріңізге салсаңыздар, осындай Жапонияның ұлы компаниялары, мысалы Fujitsu, Sanyo, Aiwa,
Toshiba, Shivaki, Canon, Nikon, әрине сосын Panasonic және Sony деген электроникалық өнімдерді шығаратын компаниядар орналасқан Жапонияда. Сол әрине өз әсерін береді. Электроника жағынан Жапон халқы өте мықты. Екіншіден ұнайтыным бұл 6 беріліс кәдімгі гидроавтомат қорабы. Жалғасқан қозғалтқышпен бұл қорап 300 мыңды жүріп шығады. Оп-оңай. Егер де жақсы күтім болса, күтім дегеніміз ең кем дегенде 100 мыңда бір рет майын ауыстырсаңыз, әдетте 50 мыңда бір рет жартылай болса да ауыстырып қойсаңыздар, ал 100 мыңда толығымен, немесе 50 мыңда, әр 50 мыңда қораптың, беріліс қорабын майын жартылай ауыстырып отырсаңыздар да жетіп жатыр. Қазір климат қосылып тұр. Ал енді ең біріншіден бұл әрине қозғалтқыш. Бұл атақты 2,5 литрлік 2 AR-FE деген қозғалтқыш. Алғаш рет 2008-де өнімге шықты. Оны Camry 40-та көруге болады. Сол жылдардың RAV4-інде көруге болады. Өте төзімді қозғалтқыш. Өкінішке орай бұл қазір шығарылмайды. Яғни Camry 40-та көруге болады, Camry 50-де және Camry 55-те, аяғында Camry 70-те көруге болады. Ал 75-те бұл қозғалтқыш жоқ. Оның орнына күрделі келесі деңгейі шықты. Бұл қозғалтқыштың, бірақ та бәрі әртүрлі. Іш құрылысы басқаша. Оның аты A25 FKS деген қозғалтқыштың аты. Осындай объем, бірақ та басқаша. Camry 75-те және ақырғы RAV4-те көруге болады. Бұл қозғалтқыштың ерекшелігі жалпы алюминийлік блогы болса, қозғалтқыш жалпы алюминий. Тек қана әрине калимбалы темірден жасалған, клапандар темірден. Сосын блок цилиндріні жапондықтар шойынмен сәл кішкене қатайтқан бұл блокты. Шойын мөлшері 5 мм, басқа өндірушілер 2 мм қолданса шойынды, 2 мм шойынмен қаптаса цилиндрінің ішін. Toyota 5 мм қолданады. Соның арқасында бұл көлік өзін 200 мыңнан қолма-қол жүріп шығады. Әрине күтімнің арқасында. Егер де апка-аткасын және сосын әр 5 мың сайын майын ауыстырып отырсаңыз, бұл ауа фильтрін, қозғалтқыштың ауа фильтрін әр 10 мыңда ауыстырып отырсаңыздар, онда бұл қозғалтқыш 200 мыңнан қолма-қол жүріп шығып, 300-400 жүруі мүмкін. Бұл қозғалтқыштың гидрокомпенсаторы бар, яғни сон поликлиндік белбеудің орнына мында темір шынжыр қолданады. Бұл да ерекшелігі, яғни сіздер белбеуін ауыстырмайсыздар әр 100 мың сайын. Жай ғана шынжырмен жүретін көлік. Майын ауыстырып отырсаңыздар, өз 200 мыңын оп-оңай жүріп шығады. Мысалы, басқа өндірушілер өз қозғалтқыштарында нашар шынжырдарды қолданады да, сосын
кейбір қозғалтқыштар 100 мыңда жүріп шыға алмайды, созылып кетеді. Сонысы міне астында помпасы бар. Жай ғана міне мынау помпасы жай ғана белбеумен жүреді. Мысалы, келесі 2,5 литрлік қозғалтқышта Toyota осы помпаның орнына, су помпасының орнына электрлік мотор қолданады. Бұл менің ойымша дұрыс емес. Сонан соң инжекторлар сорғыш коллекторында орналасқан. Қазіргі көліктерде, мысалы Қытай, немістер, кейбір кореялық қозғалтқыштар бензинді тікелей цилиндрға шашады. Мұнда форсункадары коллекторда орналасқан. Коллекторға шашады. Бұл да жақсы. Себебі онда сорғыш клапандары тап-таза болып тұрады. Бензинмен шомылып тұрады да. Әдетте көліктерді суыту жүйесінің екі түрі бар. Біріншісі, міне, радиатордың өзінде клапан жоқ, қапшықта жоқ, клапанда жоқ. Міне мына қапшық радиаторға кетеді. Осы қапшықтың ішінде екі клапаны бар. Біреуі артық суды бачокқа лақтырады. Екіншісі қозғалтқыш суығаннан кейін ішіндегі су қысылады, суыған соң. Сол кезде бұл клапан, екінші клапан ашылып, суды сорып алады, керектісін осы жерге. Қызған соң қайтадан бере салады. Toyota өте қарапайым жүйесін қолданады. Мінекей, мен ашам. Көріңіз ғой. Міне, суынды тексеруге болады. Су тап-таза, антифриз. Көріңіз ғой, мынаны ашуға болмайды. Себебі бұл жерде қысым тұр, міне жал тұр. Қысымның деңгейі 108 килопаскаль. 1 атмосферадан жоғары. Ал басқа көліктерде осы клапан мына жерде тұр. Сонда мынау қысыммен жалпы біркелкі бұл. Ал бачоктар пластик болғанымен жарылуы мүмкін. Содан ұнамайды. Toyota'нкі міне осылай. Және бұл қозғалтқыштың неге төзімді болғанына бұл Toyota инженерлері температуралық деңгейін түсіріп тастаған. Яғни, мына жерде тұрған термостат 84-те ашылады. 84-те ашылады да, ең қызып тұрған кезінде бұл қозғалтқыш 93 градусты көрсетеді. Не қазір қолымды ұстап тұрмын. 93 градус жоқ. Себебі суытқыштар істеп тұрған жоқ. Үрлеп тұрған жоқ. 93 градуста мына электрлік суытқыштары қосылады. Қазір істеп тұр, себебі кондиционер қосылып тұр. Мысалы, немістің қозғалтқыштары 105 градуспен істейді. 100-де вентиляторлары қосылады. Ал өздеріңіз білесіздер, жай қарапайым судың қайнау температурасы 100 градус. Ал антифриз болғандықтан, бұл антифриздың қайнау температурасы 108 ашық түрінде. Бірақ та клапан арқылы реттегенмен қысымның арқасында жүйедегі су 108 емес 130-да қайнай бастайды. Қозғалтқыштың суыту жүйесіне өте көп мән беріңіздер.
міне суып тұрғанда қарайсыздар суы қандай екен. Енді оны жиі қарап қажет жоқ. Айына бір рет су тап-таза болу керек. Әсіресе деңгейін қарап отырды. Міне, көрдің ғой. Low және high деп тұр. Full. Low дегеніміз бұл төмен, full дегеніміз толық. Міне менде көрініп тұр, сіздерге көріне ме екен? Сәл кішкене fullдан жоғары қойып қойған мен. Осы бачаққа үнемі қарап отырыңыздар. Егер де алюминийлік қозғалтқышта бір рет қызып кетсе, онда май жей бастайды. Бұның бәрі осыған байланысты, суыту жүйесіне. Себебі алюминийдің балқу температурасы 1200 градус, 1400. Ал цилиндрдің ішіндегі бензин 1200 бен 1300 бен жанады. 1300 градус ішінде. Сонда көріңіз, егер де бұл суыту жүйесі істемей қалса, онда алюминий блоктары майысады. Сол себептен көпшілігі май жей бастайды. Багыңызды жанармаймен толтырғанда бензин пистолетін қоясыздар, ашасыздар мынаны. Бензин пистолетін қоясыздар, толтырасыздар. Толғанда бензин пистолеті шертіледі, яғни толды деп. Сонда ары қарай толтырмаңыздар, себебі бұның ішінде ивап жүйесі бар. Яғни бензин буларын ұстап қалатын жүйе. Бұл экологиялық заңға сәйкес 1996 жылы америкалық инженерлер заңды түрде әлем бойынша көлік өндірушілерге міндеттеген осы жүйені қолдануға. Ал бұның ішіне қарасақ, міне көрдіңіз ғой. Бұның ішінде клапан бар. Сол клапанды ақырын жабыңыздар. Оны да бірінші шертілімге дейін. Болды. Себебі бұзып алсаңыздар, онда чек жанатын болады. Ол чекті не себептен болған чек деп оны өте күрделі анықтауға. Сондықтан біріншіден жанармайыңызды бірінші шертілімге дейін толтырасыздар, ары қарай толтырмаңыздар. Әйтпесе буларын ұстап қалатын жүйеге бензиннің өзі кетіп қалады, толған соң. Және қапшығын дұрыс жабыңыздар бірінші шертілімде. Бұл көліктің тағы да бір өте маңызды ерекшелігі бар. Мотор майын айдайтын помпасы, насосы, сорғышы мотор майын тікелей коленвалда орналасқан. Ешқандай шынжырмен қазіргі көліктерде мотор майын айдайтын сорғыш арнайы шынжырмен қозғалтылады. Ал мұнда ешқандай шынжыр жоқ. Коленвалға жалғасқан. Ол да бір плюсын береді осы қозғалтқыш 200 мыңды оп-оңай жүріп шығуға. Бұл бейне сіздерге ұнаса, пайдалы болса, онда бейнеге лайк қойыңыздар, арнаға жазылыңыздар, бейне астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жаратқан ие сіздерге риза болсын және әр күндеріңіз керемет өтсін.